Ұлттық мәдениет түсінігі және оның құрамдас бөліктері. Ұлттық мәдениет белгілі бір этностың тарихи, әлеуметтік және рухани тәжірибесінің жиынтығы ретінде қарастырылады. Ол материалдық, киім, аспаптар, баспана, тағам түрлері және рухани, тіл, дін, салт-дәстүр, өнер, әдебиет сияқты құндылықтардан тұрады. Қазақ халқының ұлттық мәдениеті көшпелі тұрмысқа негізделіп, ғасырлар бойы қалыптасқан. Зерттеушілер ұлттық мәдениетті ұлттың өзіндік болмысын сақтаушы фактор ретінде сипаттайды. Бұл ұғым мәдениеттану, этнография, антропология ғылымдарында кеңінен зерттеледі. Қазіргі таңда ұлттық мәдениетті сақтау мен дамыту мемлекеттік деңгейдегі маңызды мәселе болып отыр. Себебі ұлттық сана мен бірегейлік мәдени мұра арқылы қалыптасады. Сондықтан білім беру, бұқаралық ақпараттар құралдары және әлеуметтік желілер ұлттық мәдениетті танымал етуде маңызды рөл атқарады.